Ақпараттық технологиялар колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Курмангазина Әсем Жумашевна. Мамандығы 09-11-30 электр және электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу. Топ Т139 пән информатика. Бүгінгі сабақтың тақырыбы компьютерлік желілер туралы түсінік, компьютерлік желілердің классификациясы, ауқымды интернет желісі. Жалпы желілер бұл дүние жүзі бойынша таратылған желілер. Ең белгілі және қол жететін жалпы желі интернет болып табылады. Интернет желісі тұрақты құрылым емес, оны миллиондаған пайдаланушылар ұдайы өзгертіп отырады. Желідегі компьютерлер жұмысын программа басқарады. Ондағы барлық компьютерлердің бір-біріне жіберетін және қабылдайтын ақпараттарды араласпай, тиянақты жеткізу үшін олар бір тілмен ортақ ережемен байланыс жасау қажет. Осындай ортақ ереже желілік хаттама деп аталады. Компьютерлік желілер жергілікті желі, аймақтық желі, корпоративтік желі және ауқымды желі болып бөлінеді. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды, дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Жергілікті желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін пайдаланылады. Жергілікті желі шектеулі аймақта бір бөлмеде, бір мекемеде, зауыт немесе бекетте болады. Компьютерлерді біріктіреді. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерді автоматтандыру, әртүрлі құжаттарды жедел өңдеу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен, желілік адаптермен жабдықталуы керек. Желілік адаптер бір-бірімен кабельдер арқылы байланысады. Жергілікті желінің түрлері: бір орталықтан басқарылатын желі, клиент-сервер желісі деп аталады. Клиент өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объект, компьютер немесе программа. Сервер басқаға қызмет көрсететін объект. Екінші түрі бір деңгейлі компьютерлік желісі, бір рангілі. Мұнда желіні басқаруда барлық компьютерлер тең құқылы болып саналады. Топология бойынша желілердің жіктелуі. Шиналық топология. Мұнда жұмыс станциялары желі адаптерлері арқылы жалпы шинаға немесе магистралға қосылады. Дәл осындай тәсілмен магистралға басқа да желілі құрылғылар қосыла береді. Желінің жұмыс жасау процесінде тасымалданатын ақпарат жөнелтуші станциялардан жұмыс станцияларының барлық адаптерлеріне жеткізіледі. Бірақ оның тек адресат көрсетілген жұмыс станциясы ғана қабылдай алады. Сіздер көріп тұрғандай, мына жерде жалпы шина өтеді. Осы жалпы шинаға компьютерлер қосылған. Бұл топологияның кемшілігі: жалпы шина зақымдалған жағдайда желі толығымен жұмысын тоқтатады. Сақина топология. Мұнда байланысу арналары тұйықталған сақина бойынша орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын аралап шығады да, оны керекті компьютер қабылдаған соң жұмысын тоқтатады. Бұл топологияның кемшілігі: кез келген бір жұмыс станциясының істен шығып қалуы байланысты бұзады. Жұлдыз тәрізді топология. Мұнда ортақтандырылған коммуникациялық түйін желілік сервер болуы тиіс. Ол барлық мәліметтерді жеткізуді жүзеге асырады. Бұл топологияның артықшылығы: кез келген бір жұмыс станцияны істен шығуы жалпы байланысқа әсерін тигізбейді. Бірақ кемшілігі: егер мына жерде тұрған біздің серверіміз жұмыстан шығатын болса, желінің жұмысы толығымен тоқтайды. Бір қала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіру үшін аймақтық желілер құрылады. Көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан ақпаратты бөгде адамдардың қол сұғуынан сақтау үшін осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрады. Үлкен қашықтықта
және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеу желілер телекоммуникациялық желілер құрайды. Ауқымды желі бұл бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан көптеген жеке компьютерлердің және ауқымды желілердің бірігуі. Интернет желісіне қосылу үшін компьютерге модем керек. Модем дегеніміз бұл компьютерге телефон желісі және сымдар арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Модем арқылы қосылым жасау үшін компьютердің иесі лайықты провайдер тауып, интернет жұмысы үшін келісім шартқа отыруға болады. Провайдер деп бұл ұйым мен жеке тұлғалар интернет қызметін ұсынатын компания. Провайдерға мысалдар Нұрсат, Қазақтелеком, Астел арна және тағы да басқалар. Браузер веб-беттерді қарауға арналған программа. Браузер түрлері Internet Explorer, Opera, Firefox, Mozilla, Chrome және тағы да басқалар. Интернет қызметін мына жерде сіздерге интернет қызметіне мысалдар келтірілген. Мысалы, Google компаниясының Яндекс, Йоха, Рамблер сияқты Ресейдің компаниялар болса, сонымен қатар қазақстандық Сите, Табу, Нұрсат, Ақмола, Райхмет сайттарын қарастыруға болады. Теориялық мәліметті оқыт болғаннан кейін дистанционды оқыту платформасына өтіп, сол жердегі тапсырмаларды орындауыңыз қажет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.